Сатқындық 2 бөлім. Осы сөз таластан соң Алия мен Айдос мүлде араласпады. 3 курсты тамамдағанша бір-бірінің бетіне қарап сөйлемеді. Екеуінің де мінезі тік, екеуі де бір үйдің еркелері. Бірақ Алия іштей Айдосты ұнатуын қоймады. Айдос онша қызқұмар емес еді. Ол Санияны оңайлықпен ұмытпады. Қыздың өзін емес жасаған иттігін мені алдады деп сөз әрдайым санасында жаңғырып тұрды. 3 курсты бітіретін кезде Айдос группасын тойға шақырды. Үйлену тойына. Шақыру қағазын Алияға да жазыпты. Өз қолымен ұсына араға 2 жыл салып алғаш рет тіл қатты. Алия, тойыма шақырамын. Арадағы болған ренішті ұмытайық. Мен үлкен өмірге қадам басқалы отырмын. Сен мені кешір. Артық кеткен жерім болса, кешіріп қой деп. Бала емеспіз ғой деді. Әрине, менің ұмытқаным қашан? Өзің ғой бұлданып қарамай қойған деп Алия өтірік жымиды. Группадағылардан қалмай тойға кел. Достарымның түгел болғанын қалаймын. Қуанышыма ортақ болыңдар. Әрине барамын. Еден тесілгенше билеп қайтармын деп барынша білдірмеуге тырысты. 2 дос қол алысып, достары сып, жөндерімен кете барды. Алия бірден үйіне бармады. Сабақтан шыққан соң университеттің маңындағы саябаққа барып, жалғыз өзі серуендеді. Жалғыз өзі болғанымен санасы толған ой. Көз кезінде дәл сол саябақта Айдос өзі алғаш рет ғашық болған еді. Сания мен де Айдосты осы саябақта таныстырған еді. Бұл саябақтың талдарының әрқайсысы бұл қыздың басынан өткен жағдайларын біледі. Қыздың мұңына көңіл білдіргендей, сәл ғана самал жерге ілесе тербеліп, жапырақтарының үнімен мұңайма сұлу қыз, әлі ақ бақытты күндерің алда деп белгі беріп тұрғандай. 2 көзінен жас парлап келеді. Қимастық, бірақ кімге қимайды? Әрдайым жауапсыз болған махаббатын қимайды ма? Далбаса, қимайтын түгі жоқ. Айдос Алияға ешқашан қыз ретінде қараған емес. Бәлкім сол сөзім шығар қызды қинайтын. Өзін өзі қалаған жанға керексіз сезіну ма? Мүмкін, жауапсыз махаббат деген көмейге тірелген балықтың қылтығындай емес пе? Қанша жұтынсаң да, әрі кетпейді, бері түспейді. Той. Группаластар дәл уақытында түгел жиналды. Кортежден соң той дастарханына отырып, 2 жастың ортаға шығуын күтіп отыр. Әне олар да келеді. Сықиып киінген Айдос бойы өзінің иығынан төмен, қара торы келген кәмшатты қолтықтап, той ортасына шықты. Барлығы 2 жасты қол шапалақтап, қарсы алып жатыр. Бәрі қуануда. Тек Алияның ғана сырты бүтін, іші түтін. Сырт көзге досының отбасылы болғанына қуанып тұрғандай. Дегенмен, ішкі дүниесі езіліп барады. Қанша жерден көз жасын жасырғанымен, арасында 1-2 асау тамшы бас білдіргізбей шығып кетіп жатты. Бірақ оны елеп те, көріп те жатқан ешкім жоқ. Тілек кезегі қалыңдықтың төркініне берілгенін байқады. Барлығы дерлік өте қарапайым жандар. Ауылдың қызын алған Айдос қайын жұртына қарап мәз. Осыдан ақ Айдостың бай, кедей адам деп алаламайтыны белгілі. Өзі бас прокурор мен кілем сатушы бизнесвуменнің жалғыз баласы болса да, байлыққа қызықпайтыны жат. Кәмшаттың кейбір жерлері Санияға ұқсайтындай. Бір сәт Алия болған оқиғаны ой елегінен өткізіп жіберді. Егер де Айдос Санияға үйленген болса, өмір бойы Айдосты көріп тұруына тура келетін еді. Өйткені Айдос Саниямен ара қатынасын үзбегенде 2 қыз ұрыспаған болар еді. Сәйкесінше екеуі араласып, ақырында Айдоспен де Сания үшін дос болуына тура келер еді. Санияға үйленбегеніне қуанып та тұр. Өйткені осы той бітсе ол Айдосты енді көрмеймін деген шешімін қабылдап тұрған болатын. 4 курста басқа оқу орнына ауысуды көздеген еді. Солай дұрысырақ деп ойлады.
Көзден кетсе көңілден де кетеді дейді қазақ. Бәлкім, өзгелік атанған сүйгенін көрмесе, ұмытатын шығар. Алған бетінен қайтпайтын қыз 3-ші курсты аяқтай сала, құжаттарын алып, Шымкентке кетті. Сол жақтан 4-ші курс оқып, тамамдаған соң магистратураға, кейіннен докторантураны жалғастырды. Әкесі 3 бөлмелі пәтер алып беріп, көлік мінгізіп қойды. Шымкенттегі абыройлы оқу орындарының біріне мұғалімдік қызметке орналастырып қызының жағдайын жасады. Алия тек оқу мен жұмысты ойлап, карьера қуалап жүргенінде арада бірнеше жыл уақыт өтіпті. Өзінің жеке бизнесі де бар. Сән салондары желісін басқаратын. Алматыда да кезекті сән салонын ашып, лентасын қиюға Шымкенттен арнайы өзі ұшып келді. Салонға сұлулық шеберлігін жинап, ісі жүре бастады. 2 айға созылған еңбек демалысы да аяқталуға жақын. Шымкенттен қайтпақшы болғанда, салонына еден жуушы керек болып, жарнама береді. Жолға шығуына 1-2 күн қалғанда, телефонына бір келіншек хабарласып, кездесуге келетін болып шешті. Алия айтқан мекен-жайға әлгі келіншек келетін болып келісті. Белгіленген уақытта Алия салонға келгенде, телефонмен сөйлескен келіншек күтіп отыр екен. Келіншек емес, қыз бала. Ол Сания. Бірнеше жыл бұрын бетінен алып, адалдығына сенбеген құрбысы алдынан шықты. Екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды. Екілерін, жыларын білмей, үнсіздікте бірінші болып Сания бұзды. Сәлем, сені көрем деп ойламаппын деп жымиып, баяғы құрбысының бетінен сүйіп амандасты. Сәлем, мен де, какими судьбами тебя ко мне занесло деп орысшалап әзілдескен сыңай танытты. Рекламамен хабарласып, Сания артық айтуға сөз таппады. Жүр кабинетке деп Санияны ерте кабинетке кіріп, орнына жайғасты. Мені түстен кейін Шымкентке қайтамын. Уақыт аз болып тұр. Кешеге дейін бір апай жұмыс жасаған. Қан қысымы көтеріліп, жиі ауырып қала беретін болған соң, басқа адам іздеуіме тура келді. Жұмысың ауыр емес. Қыздардан соң жинап, сыпырып, пол жуып, сүргілерді жуып, барлық аппаратураны, құралдарды стерилизациялап тұрсаң болды. Айлығың 100 000. Жарайды, келістік деп Сания қанша намыстанса да, жоғары айлықты айтқан соң бас тарта алмады. Қыздармен ұрыспа, жұмысыңды адал жаса деп Алия баяғы жағдайды құрбысының бетіне басқандай бұйыра тапсырды. Сол бұйыра сөйлеген даусында бірнеше жылғы қақталған реніштің лебі есті. Алия, кешірші мені. Не үшін деп Алия ұмытып кеткендей кейіп танытты. Сол күні сені балағаттаным үшін кешірші. Балалық қой, оның үстіне өтпелі кезеңіміз. Өз мінезімізге өзіміз иелік ете алмайтындай кезуіміз еді. Мен сол күнгі қатем үшін саған қарауға бетім болмай хабарласа алмадым. Жарайды, ұмыт. Өткені өтті кетті. Уақыт кері айналдыра алмаймыз. Мендігі уақыт жерге, мына жерге жұмысыңды жақсы істе. Негізі 80 000 деп отыр едім жалақыны. Сен қылық келген соң 100 000 еттім. Алия, кешкісін бір жерге барып әңгімелесек қалай қарайсың? Мен 3 сағаттан соң Шымкентке ұшамын. 2 аптадан соң тағы бір келермін. Сол кезде сөйлесерміз, деп қоштасып кетуге асықты. Сания құрбысының келуін асыға күтіп, жұмысына кірісіп кетті. 10 жылдан аса осы күнді күткен Сания мен үшін 2 аптаны тым ұзақ көрінді. Құрбысына айтар әңгімесі аз емес еді. Көп жыл көріспеген құрбысына азыға қаужатын еді. Алия әуежайға қарай бағдар алды. Ұшаққа мінген соң балалық шағына ойша шолу жасады. Екеуінің әр оқу жылының басында және аяғында фотоға түсетіні, бірін-бірі қуалап жарыса жүгіргендері, қол ұстасып, талай сыр шерткендері бәрі көз алдынан өтіп, еріксіз жымиюына себепші болды. Балғын балалық шағының куәгері ғой, сағыныштың саралауы мұздағандай ма өзі? Алия өзін өзі түсінер емес.
бір жігіт үшін сол балалық пәктікті кірлеткен құрбысын қалайша сағынып отырғанына да таң қалады. Не дегенмен өмір соларды қайта тоғыстырды. 2 апта бойы Алия Алматыға асығып жүрді. Сания көруге асығуда. Аталмыш уақыт өткен соң қайта Алматыға ұшып келді. Бірден салонына барды. Сания жұмыс жасап жүр екен. Құрбым, сен үшін келдім, саған асықтым. Сені сағындым деп айтып, құшақтасып келе барды. Әсте жүрегіндегі қақталған өкпе назы құшақ ашар емес. Тіпті құрбысына қарап, езу тартқызбады. Сания болса, құрбысының көзіне тіке қарай алмай, қипақтап қала берді. Құдды бастығы мені жұмысшы арасындағы байланыстың айқын келбеті тексеруге келген сыңай танысып, есеп-қисаптарымен танысып, тазалық тексеріп, шығып бара жатқан Алияны Сания тоқтатты. Алия, мүмкін кешкісін шай ішерміз деп жұтқынжақтап әзер айтты. Жарайды, қолым тисе хабарласамын, өзім айтамын деп Алия келбетін бермеді. Өзіне де керегі осы ұсыныс қой, осы ұсынысты қайтса екен деп тұрды. Осы ұсынысты естігісі келіп тұрды. Осы ұсыныс үшін Шымкенттен Алматыға ұшып келді. Кешке дейінгі уақытты шаққа өткізіп, Санияға хабарласып, кездесетін жерді белгіледі. 2 құрбы баяғы саябақтың маңындағы кафені білдірді. Кафе, үстел басында 2 құрбы. Бір уақыттары сыры ортақ, жыры ортақ болса да, кейін тағдыр екеуін 2 жаққа лақтырған 2 құрбы. Екеуінің де жүзінде сені сағындым деген леп есіп тұрса да, сыр берер емес. Әңгімені алғаш болып Алия бастады. Иә, қалың қалай? Ата-анаң, бауырларың қалай? Шүкір жақсы бәрі. Өзің қалайсың? Үй іші қалай? Аллахқа шүкір бәрі. Жақсы. Інім үйленді. Әке-шешемнің қолында. Мен Шымкентте жұмыстамын. Өзің тұрмысқа шықтың ба? Жоқ, үйдегілерді оқытып-тоқытып жүргенде уақыт өтіп кетіпті. Алладан үмітімді үзбеймін. Әйтеуір жолым болса, тұрмысқа шығармын. Шеге, тұрмысқа шықпапсың, иә? Иә, мен мансаптың соңында жүрмін. Менде уақыт жоқ. Тәуекел бір реті болар. Дұрыс айтасың. Папам ауырып қалды. Инсульт алды. Маманы өзің білесің. Ол еш жерде жұмыс алмайды. Өзімнен кейінгі бауырларымды бірінің артында бірін оқытып жатырмын. 3-ші інім биыл мектеп бітіреді. Келесі жылы ол да оқиды. Бірақ қазір өзімнен кейін төтелес інім де жұмыс жасайды. Ол да көмектесіп жүр маған. Баяғы өзің білетін үйіміз құлады. Қуанышқа орай сүлдіні бай жоғарда жатты. Содан не керек? Бәріміз 2 ай аулада ұйықтап, қолдан кесек құйып 4 пельмейді бас көтердік. Қайырымды жандар ақшалай көмектесті. Басқа түссе баспақшыл деген Алия. Өздерің аман қалғандарыңа тәуба. Інілерің өссе салады ғой үй. Алия, сен мені кешірші. Деп Сания сол отырыстың басты себебіне тікелей көшті. Не үшін? Білесің ғой жаным, осы күнге дейін өзімді жегедей жеймін. Сайтан түртіп адастым, қателестім. Кешір, жай салсаң кешір. Талай жыл бойы кешірім сұрағым келіп оқталдым, бата алмадым. Білмеймін неге екенін. Сен көкірексің, Сания. Ол дұрыс қасиет емес. Мен сені кешіргенмін. Бастысы сен өзіңді өзің кешір. Осы жерден доғарайық. Қазбалай берсек әңгіме көп. Өткен із өтті. Қазбалай еншісінде қалды. Өзгерте алмаймыз. Өзен үстінен салынған көпір құласа, қайта оны жөнелтуге тура келеді. Сол сияқты бұзылған достығымызда қайта жалғауға құқымыз бар. Аллах кешіре білегеніне мен кіммін деп тәйірі. Мен білгеннің осылай айтатынымды
Тектілігің ғой, рахмет саған құрбым. Бәрі баяғыша бола алмайды. Дегенмен сәлеміміз ыстық болса болды маған деп құрбысын құшақтай жылады. Жарайды, әбіржіме, бәрі жақсы, шай ішейік, мұз қатты деп Алия құрбысына қарап ұзақ уақыттан соң алғаш рет езу тарта жымиды. Ішсек ішейік, жеңілденіп қалдым-ау. Мен сені қатты сағындым, Алия. Мен де сағындым. Осы бас қосудан соң екі құрбы баяғыша бірге қыдырып, бірге серуендеп, жиі кездесетін болды. Алия тіпті жаңа басталған оқу жылы аяқталған соң Алматыға көшіп келуді шешті. Шымкентте ұшарында салонда Алияға тапсырып, өзі беймарал жұмысына кірісті. Телефонмен де өте жиі сөйлесіп, бір-бірінің отырып тұрғанына дейін айтушы еді. Екеуі кім бірінші тұрмысқа шықса, екіншісі соған қыз жолдас болатынына сенді. Салонның администраторы болып, Алия Алматыда тиянақты басқарып алды. Сәния болса бір оқу жылын тамамдағанша Алматыға 4 рет келіп кетті. Арада бір жыл уақыт өтті. Шілде айы. Алия 2 жүк көлігімен дүние мүлкін Алматыға көшіріп келеді. Жаңа пәтеріне барын жайғастырып, құрбысын қасына алды. Алматының шет жағында тұратын Алияға жұмыс қиын, қатынау қиын еді. Сондықтан ол пәтер жалдап, қалада тұратын. Енді оған оңай құрбысы. Одан пәтере қалмай, қасына орналастырды. Жұмыстары жүріп жатыр. Бәрі ойдағыдай. Сол жылы Алияның группаластарымен бас қосу өтетін болып келісілді. 4-ші курста кетіп қалса да, 3 жыл бірге оқығандары үшін группаластары Алияны қоярды қоймай шақырды. Көңілдерін қалдырмайын деп, Алия боянып, сәнденіп түлектердің бас қосуына жиналды. Сол отырыс оның өмірін түбегейлі өзгертті. Көлігін шетке қойып, сөмкесін қолтығына қыстырып, тойханаға кіріп бара жатырған Алияның бір таныс дауысы тоқтатты. Алия, я деп жалт қарады. Бір топ жігіттердің қайсысы екенін білмесе де, дауысы ол үшін тым таныс естілді. О, Алия деп тағы бір дауыс естілді. Бәрін құлаққа жағымды, бірақ көзіне түсіп тұрған шамның жарығынан түрлерін дұрыс көре алар емес. Қалайсың, Алия деп қасына жетіп келіп, бетін сүйген Ғазизді таныды. Алия қуанып кетті. Ғазиз де мәз. Барлық жігіттер бірінен соң бірі Алиямен амандасып, хал жағдай сұрасып жүр. Бүкіл группалас оларды көріп, Алия жылап жібере жаздады. Арасында Айдос та бар еді. Ол да амандасып жағдай сұрасты. Барлығы ішке кіріп, дастарханға жайғасты. Қыздардың көбісі тұрмысқа шыққан. Күйеулерін ертіп келіп отыр. Кеш өте көңілді өтті. Баяғы қызықтарын айтып, арқа-жарқа болды. Үйлеріне бірін-бірі қимай тарқасты. Нөмірлерін алып, қайтадан жиі жиналайық деп келісті. Айдос та Алияның номерін алды. Үйіне оралған соң Алия дөңбекшіп жата алмады. Жүрек соғысы жиілеп, дәрменсіздік сезінуде. Себебі айдан анық. Айдос. Шарасыздық. Отбасылы адамды әлі ұмытпаған үшін өкініш. Кенет Айдостан SMS келеді. Қайырлы түн, сұлу қыз. Мені кешір, құлпырып кетіпсің дегенді оқығанда манағы соғысы шиелеген жүрек түбегейлі аузынан шығып кетердей болды. Жауап қайтпады. Ертесіне ерте тұрды. Санияға айтқысы келді. Бірақ кезіндегі жабылған қазанды қайта ашуға зауқы соқпады. Сания екеуінің достығын бұзған. Бұл махаббатты ұмыту керек. Оның үстіне ол жауапсыз махаббат. Айдос өзгенің күйеуі. Ваннадан шығып, таңғы ас жасап, Санияны оятып, екеуі тамақтанып алды. Кенет, қайырлы таң, қалай ұйықтадың деп Айдостан тағы SMS келді. Алия жайнап кетті. Онысын Сания да байқап қалды. Не болды, Алия? Сонша мәз болдың ғой. Кім ол менің құрбымды қуантып тұрған? Айтшы, барып бетін сүйейін деп қалжыңдады. Ешкім, Шымкенттегі коллегаларым ғой деп өтірік айта салды. Айдосты Санияға естірткісі келіп өте отырған жоқ. Басқаша түсініп қалады деп қорқуда.
Күні бойы Алия ән салумен жүр. Өзгенің күйеуі дей тұра ол қуануда. SMS-леріне жауап та қатпай қуануда. Жас қыз секілді қуанады. Кешкісін тағы қайырлы кеш, қалың қалай деген SMS-ті Сәния оқып қойды. Алия, бұл кім а? Күні бойы көңілді жүргеніңнің себепкері ма? Қойшы қайдағын айтпай. Кім енді айтшы? Қайтесің? Айт деймін, әйтпесе қазір өзім хабарласамын. Қажеті жоқ, қоя салшы, Санюша. Айтпасаң ренжимін. Айтсам, одан сайын ренжисің. Неге? Не үшін? Санчо, кеше мен группаластарымен кездестім. Кім екенін ішің сезбей ме? Сания түсінді. Болды енді, оның несін қозғайсың? Айдос па деп сұрап, іштей ол болмаса екен деп тілегендей. Иә, сол ғой, деп Алия қуана жауап берді. Санияның түрі бұзылып кетті, бірақ құрбысына білдірмеді. Мен неге ренжимін? Өткен іс өтті, Алия. Саған SMS жазса жауап бер. Бәлкім мен одан кешірім сұрап, ең болмағанда осы өмірде кешірімін алармын. Сания, сен оны ұмыттың ба? Әрине, жігіт ретінде ұмыттым, бірақ оның алдында кінәлі екенімді білемін. Сол өтірігі маған әлі дамыл бермейді. Кешірім сұрағым келеді, бірақ оны жігіт ретінде көрмеймін. Рас па? Әрине, бәсе неге сен ренжисің деп қоймай отыр десем, сөйлесе бер. Мен оның өзім ұшырып алдым. Ең болмағанда сен бақытты болшы. Онсыз да алдарыңда кінәм көп. Бақытты бола алмайтын шығармын. Ол үйленді ғой, Сания. Сен білмейтін ба едің? Жоға, қашан? 3-ші курста. Менің хабарым жоқ. Қазір көшеде көрсем, танымайтын шығармын. Деп екі құрбы әңгімелесіп отырғанда Айдос қоңырау шалды. Алия тұтқаны көтерерін, көтермесін білмей қалды. Сания қоймаған соң көтеруіне тура келді. Сәлем, Алия, жауап жазбайсың ғой, сенің нөмерің ба өзі? Я, менікі ғой, сәлем, қалың қалай? Жақсы, шүкір, амансың ба? Аман, менде бәрі жақсы. Өзіңде? Отбасың қалай? Бала шағың бар шығар ендігі? Жоқ, өкінішке орай жоқ. Жассыңдар ғой әлі. Алладан сұрай беріңдер. Менің келіншегім кетіп қалды. 2 айдан соң мені тіпті отбасылы болып та үлгермедім. Қойшы, мәз саған естімеппін. Қанта не істейсің, өзің ес-түссіз болып кеттің ғой. Кездесейік, әңгімем көп. Сенімен сөйлескім келеді. Жарайды, кешірек хабарлас деп тұтқаны қоя салды. Екеуінің сөйлесіп отырғанын естісе де, Сания естімегендей тамақ пісіріп жүре берді. Айдостың даусын естіп жүрегі алай-дүлей. Құрбысына білдіргісі келмейді. Айдосқа деген сағыныш па, әлде махаббаты өшпеген ба, әлде ар ұяты мазалап тұрма белгісіз. Әйтеуір жан дүниесі төңкеріліп кетті. Кешкі астан соң Айдос қайта хабарласып, Алия кездесуге шықты. Байырғы екі дос көлікте отыр. Екеуі де үнсіз. Дос деген аты болмаса, екеуінің де арадағы жауапсыз махаббаттың болғанын білгені. Үнсіздіктен алғаш болып Айдос бұзды. Алия, сол күні саған қатты айттым. Кешір, мен ашумен Санияға алдандым. Алданғаным үшін сен бекер кінәлі емессің. Болды енді, оның несін қозғайсың? Біраз уақыт өтті, қайтқан жараны тырнама. Ақылыңнан айналдым, жағдайың қалай? Айта отыр. Шымкентке оқуға кетіп едің? Я, Шымкентте университет бітірдім. Кейін магистратура бітірдім. Қазір докторантурада оқимын деп бүкіл өмір жолын айтып берді. Жарайсың, сен бір жерді тесіп шығатын қызсың ғой. Саниямен содан кейін жолықтың ба? Я, бірнеше жыл араға салып, былтыр қайта табыстық. Қазір бірге тұрамыз. Менің салонымда жұмыс жасайды. Мен оны кешірдім, сені де. Енді қайта дос болып қала берейік. Ол өзін сенің алдында кінәлі сезінеді. Кешірім сұрағысы келеді. Ой, қажеті жоқ. Сен кешірсең болды ғой. Мен де ұмыттым ғой. Менің өмірімде одан кейін талай өзгеріс болды. Келіншегім де дәл Саниядай өтірікші болып шықты. Оның өтірігінің қасында Саниянікі дым емес. Менің атымнан талай адамнан қарыз алып, мені қораға тығып кетті.
Өкінішті. Иә, арада бала жоқ. 2 ай ғана тұрдық. Қанша қыз көрдім. Біреуі сендей болмады. Ешқайсысы мені сүймеді. Бәріне алдандым. Адалымды көрмей, арамдарға жолыға бердім. Иә, сен соқыр едің ғой. Сенің тойда жылап отырғаның әлі есімде. Ұмытпадым. Сол көз жасың шығар. Мені алысқа жібермеген. Алдыңа қайтып келдім. Алия, өткенді ұмытсаң бәрін басынан бастайықшы. Маған деген сезімің өшпеді ме? Сезім? Білмеймін деп Алия жауап бере алмады. Өшкен болса да маған қайта жандандыруға рұқсат берші. Осы жолы жолатпаймын сені. Жігіттік сөзім. Қызықсың деп Алия тағы жауаптан жалтарды. Айдос еріксіз сүйіп алды. Екеуі өмірінде бірінші рет сүйісті. Алия өзін бақытты сезінді. Құрбысы да қасында алғашқы махаббатымен де табысты. Ол үшін бұл күндер құдды бір ертегідей еді. Санияның жүрегінде қайтадан қызғаныш оты маздай бастады. Бірақ бақыттан бас айналған Алия оны көрмеді. Айдос екеуі көп жүрмеді. Араға 1 ай салып, Айдос үйленуге ұсыныс жасады. Алия келісті. Бірақ ол тойдың алдында Айдос пен Санияны кездестіріп, екеуін достастырды. Сания кешірім сұрап, екеуіне бақыт тілегенімен, іштей қанжылаумен болды. Алиядан бөлек кетіп қалайын десе, алғашқы махаббатын қызғанғаны білініп қалатын болғандықтан шыдап бақты. Екеуі үйленсе, бөлек кетемін деп шешті. Сол күнді күтумен болды. Екеуін көрмей кетуге бел буды. Мен желе күні дүркіреген той басталды. Екі жақ құдаласып, қыз ұзату кейіннен үлкен той жасады. Сәния құрбысының шашбауын көтеріп, қыз жолдас болып, соңында жүр. Айдосқа тура қарай алмайды. Ұялғандықтан емес, өшпеген сезімінің ұшқынын сездіруден қорқатын. Алия өткенінен сабақ алды деп, құрбысына кәміл сеніп жүр. Айдосты ұмытқанына сенімді. Айдос та солай ойлауда. Тойдан соң Айдос пен Алия бөлек шықты. Алияның пәтерінде Сания бір өзі қалды. Құрбысына амалсыз қыз, жолдас болған Сания тойдан соң көрмей кетемін деген ойы жүзеге аспады. Алия оған пәтерін беріп, отбасымен көшіріп алды. 3 бөлмелі пәтерге Санияның отбасы көшіп келді. Сания амалы жоқтықтан Алиямен дос болып жүре бастайды. Салонның табысынан 25% өзі жасарған жасырын қалтасына салып отырды. Біршама ақша жинап, онысын құрбысына айтпай жинады. Алия оған онсыз да 200 000 теңге айлық төлеуші еді. Сания өткенінен сабақ алмақ түгілі, құрбысының бақытын көре алмай, ең болмағанда бизнесінен пайда көруге көшкен. Алия көп ұзамай аяғы ауырлап, дүниеге егіз ұла келді. Сания көмектесуге жиі келетін. Егіздермен ұйқысы қанбайтын. Алия құрбысының көмегіне қуанды. Ал арам ойлы Сания өзінің ұрлығын білдірмес үшін құрбысымен бірге жүретін. Алия оған үйінен орында берді. Екі құрбы тағы бір шаңырақ астында тұруға мәжбүр. Алияның өміріндегі ең үлкен қателік осы шешімі еді. Сания ұрлана Айдосқа көзінің қиығымен қарай беруші еді. Айдос та сезіп жүр, бірақ келіншегіне айтуға ұялады. Бәлкім өзім дұрыс түсінбей жүрген шығармын деп ойлайды. Бірақ Сания үнемі Айдосты өткен-кеткен сайын қағып соғып, денесінің кез келген жеріне қолын тигізіп кететін. Онысы мен сені ұмытқан жоқпын деген сөзі. Айдос ыңғайсызданып жүрді. Бір күні Айдос түнде үйге келмеді. Достарымен таңға дейін футбол көріп сыраны көбірек ішсе керек. Үйге масаңдау болып оралды. Алия базарға шыққалы отырғанда Айдос үйге келді. Күйеуін төсегіне жатқызып, өзі базарға кетті. Екі ұлға Сания қарап қалды. Бірақ базарда ұзақ жүре алмады. Жүрегінен бір бәле сезді ме әлде? Күйеуінің алғаш рет үйге қонбауына әйтеуір ренжіп жүр. Тез-тез алар затын алып, 20 минут дегенде үйіне оралды. Өз кілтімен есікті ашып кіргенде,
Жатын бөлмедегі ыңғайсыз әрі түсініксіз дауыстарды құлағы шалып сонда қарай бет алды. Есікті ашып қалғанда өз көзіне өзі сенбей талып құлады. Күйеуімен құрбысын тыр жалаңаш төсекте көргенде өлген жерім осы шығар деп ойлады. Алияның базарға шығып кеткенін, Айдостың мастығын пайдаланып, Сания құшағына құлады. Бірнеше жыл бойы аңсағанына осылай қол жеткізуді жөн санады ма, әлде құрбысының бақытын көре алмады ма, әйтеуір зинақорлық жолында құрбысының адалдығын құрбан етті. Алияның бүкіл жасаған жақсылығын таптады. Салонынан табысын жымқырып, ақшаға сатқаны былай тұрсын, күйеуінің құшағына еніп, жасаған сатқындығы одан да жаман. Алияға өте ауыр болды. Психологиялық соққы алып, біраз уақыт есеңгіреп қалды. Заңды болмаса да, әзірше Айдоспен ажырасты. Ол ақталмады да. Өзінің бұл ісін ешқалай ақтауға келмейтінін біліп тұр. Тек кедерінде адастым, тағы да алдандым. Осы жолы еріксіз алдандым деп шығып кете берді. Ал Сания болса, миығынан күліп, мен де сенен кем емеспін, Алия, деп жолымен кетті. Санияны қуып жіберген соң, ал салонынан банкротқа ұшырағалы тұрғанын білді. Сания ол уақытта қажетті соманы жинап та алған еді. Алия кеткен соң бірден үй көтеріп, шағын дүкен ашып алды. Айдосқа бірнеше рет хабарласып мазалайтын еді. Айдос нөмірін ауыстыруына тура келді. Алия анасының қолдауымен психологтардың көмегіне жүгінуге тура болды. Психологтардың сеансын ала бастаған соң, өзінің өмірін көз алдынан өткізгісі келгені болар. Алия маған хабарласты. Бүкіл өмір баянын айтып берді. Қазір ажырасқанына 7 айдай уақыт өткен. Айдос бірнеше рет келіншегіне келіп, кешірім сұрап аяғына жығылды. Бірақ Алия кешіре алмай жүр. Сіңілісінде көрген құрбысының осылай сатқындыққа баруына не себеп екенін әлі де біле алмайды. Осымен әңгіменің соңы.